7-ші сынып қазақ тілі мен әдебиеті пәні 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Бөлім: ғаламтор мен дұрыс жұмыс жасау, мәдениет, музыка, қазақтың киелі домбырасы. Оқу мақсаты: тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну, ақпараттың өзектілігін анықтау. Кесте, диаграмма, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттау. Бағалау критерийі: 1-2 тапсырма. Мәтін мазмұнынан негізгі ақпаратты анықтайды. Дескрипторы: өлең мазмұнын ашады, не туралы екенін айтады. 1 балл. Мазмұны бойынша сұрақтарға жауап жазады. 1 балл. Негізгі ақпараттарды анықтайды. 1 балл. 3-ші тапсырма. Бағалау критерийі: әлеуметтік желілер жастарға қалай әсер етеді тақырыбында сөйлеседі. Дескрипторы: әлеуметтік желілер жастарға қалай әсер етеді тақырыбында диалог құрайды. 1 балл. Сөйлемді дұрыс құрай алады. 1 балл. Ақпаратты түсінеді. 1 балл. 4-ші тапсырма. Бағалау критерийі: кесте, шартты белгілер, суреттер мен сызбаларда берілген ақпаратты сипаттайды. Дескрипторы: кестеде берілген ақпаратты сипаттайды. 1 балл. Диаграммада берілген ақпаратты сипаттайды. 1 балл. Барлығы 8 балл. 1-ші тапсырма. Өлеңді мұқият тыңдаңыз, мазмұны не туралы екенін айтыңыз. Өлеңнің тақырыбы домбыра. 2 ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембіра. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білгің келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Ақиқатты айтқандардың бәрі осылай сорласын, деп бір хахан шанағына құйған оның қорғасын. Бір ішегінде биіктік бар, бір ішегінде тереңдік. Ол мылқауды сөйлетеді, жылатады кереңді. Жалған сөйлеп көрген емес, соның өзінде. Аппақ жалын күйдің жанын жалап жатқан кезінде. Қадыр Мырзаәлі. 2-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап беріңіз. Өлеңдегі негізгі ақпараттарды анықтаңыз. Өлеңді қалай атауға болады? Неге? Авторы кім? Домбыра туралы қандай ақпараттар айтылады? Одан асқан жоқ шежіре, одан асқан жоқ дана. Домбыраның қандай қасиеті туралы? Ол мылқауды сөйлетеді, жылатады кереңді деген пікірмен келісесіз бе? Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген жолдарды қалай түсінесіз? Домбыра туралы мәлімет. Қазақ халқының төл өнері жайлы сөз қозғағанда ең алдымен домбыра еске түседі. Домбыра қазақ халқының асыл қазынасы. Қос ішекті қара домбыраның үнінде ұлы даланың тамыры, терең тарихы мен сан ғасырлық шежіресі бар. Домбыра түрлері. Домбыра әр өңірде жергілікті халықтың тұрмысына, салт дәстүріне, ән, жыр, күй мектебі мен өнерпаздардың орындаушылық мәнеріне, шеберлердің ісмерлігіне байланысты әр түрлі пішінде дамып өзгеріп отырған. Мәселен, ән, жыр айтуға арналған домбыраның пернелері 8-9. Әрі кеткенде 14-15-ке жетсе, күй домбырасында 20-дан астам перне болады. Олардың құлақ бұрауы да қажетіне қарай өзгертіледі. Домбыра негізінен 2 ішекті, кейде 3 ішекті болып келеді. Қазіргі кезде домбыраның 20-дан астам түрі бар. 3-ші тапсырма. Суреттерді пайдаланып, әлеуметтік желілер жастарға қалай әсер етеді тақырыбында сөйлесіңіз. Сұрақтарға толық жауап беріңіз. Сұрақтар: ғаламтордың пайдасы мен зияны қайсысы көптеу? Жастардың арасында ғаламторға тәуелділік бар ма? Ғаламтор тәуелділігінен қалай құтылуға болады? Ғаламтор мәдениетін білеміз бе? 4-ші тапсырма.
Төмендегі кесте мен диаграммада берілген ақпаратты өз сөзіңізбен сипаттаңыз. Менің каналыма тіркеліп, осы тапсырманың толық нұсқасын жауабымен бірге алуға болады.